алып, содан кейін бар жұмыс жасаймыз. Себебі сухофруктімен жұмыс жасағаннан кейін барынша тазалықты мұқият сақтағандарыңыз дұрыс. Ең алдымен жұмысты бастамас бұрын перчаткадан бастаймыз. Міндетті түрде перчатка болу керек. Егер перчаткамен жұмыс жасау қолайсыз тудырмаса, барынша перчатка киіп жұмыс жасағандарыңыз дұрыс. Одан кейін бізге осындай әртүрлі размердегі шпажкалар керек болады. Сухофруктылардың барлығын осы шпажканың көмегімен орналастыратын боламыз. Жан-жағын ұстап тұру үшін осы степлермен жұмыс жасаймыз. Одан кейін бізде осындай қайшымен канцелярский пышақ керек болады. Оазистерді кесуге деген сияқты. Келесі бізде осындай түрлі түсті ленталар керек болады. Өздеріңізге ұнаған түстерінен алып жасап қолдануларыңызға болады. Қыздар, арнайы мынандай цвет керек деген сияқты қағида жоқ. Кез келген түсін қолдануларыңызға болады. Одан кейін бізде осындай үлкен шпажкалар. Негізі бұл үлкен шпажка қатты бір қажет емес. Егер де үлкен букет жасайым деген кездерде ғана болмаса, ата қатты маңызды емес. Одан кейін бізде осындай оазистер керек болады. Бұл оазис көбінесе кардина жасауға, жаңағыдай кардиналармен букет жасаған кезде керек болады. Келесі бізде осындай гүл орайтын қағаз. Негізі бұл қағаздың орнына тишу қағазын алсаңыздар болады, өте әдемі болады. Кейіннен осындай әдемі түрлі түсті цветтегі цветной қағаздарды алсаңыздар болады. И міндетті түрде бесцветный қағазды алыңыздар. Себебі букет жасаған кезде барынша осы бесцветный қағазбен біз бетін қаптайтын боламыз. Ал қыздар, қалған ақпараттарда келесі сабақтарда айтатын